Қабылдау кезінде сіз балаға не істейсіз? Қабылдау кезінде ең бірінші баланы біз неврологический осмотр жасаймыз. Толық барлық дене бітімін, барлық қандай анализдер бар осы уақытқа дейінгі туылғаннан бастап бәрін зерттейміз. Содан кейін остеопатиялық осмотрға көшеміз. Остеопатиялық осмотр дегеніміз ол бүкіл қан тамыр жүйесі, омыртқа жүйесі бәрі орнында тұр ма жоқ па, сосын бас сүйегін қараймыз. Түгел қарап болғаннан кейін оған ем тағайындалады. Яғни оның тамақтануы, егер қажет болса, невропатолог болғаннан кейін дәрі-дәрмектер тағайындаймыз. Содан кейін остеопатиялық ем, егер қосымша тағы басқа емдер қажет болатын болыватса, дәстүрлі медицинадан, шығыс медицинадан немесе қазіргі медицинадан соның барлығын кешенді тағайындап, сосын артынан қадағалаймыз баланы. Қалай болып атқанын, қосымша тағы да бір әдіс тәсілдер қосылуы мүмкін.